мұсылман қоғамындағы әйелдің орны. Араб халқы исламнан бұрын әйел затын қорлап, кемсітіп, надандықпен қарайтын. Қыз баланың дүниеге келуін сұмдық санайтын. Тіпті оларды тірідей жерге көміп тастаудан еш тайынбайтын. Әйел адамды әке-шешесінен қалған мирастан марқұм етіп, оларға өз үлестерін бермейтін. Бұлармен қоса оларға басқа да неше түрлі зұлымдықтар жасайтын. Мұндай бей-берекетсіздік пен тек арабтарға тән емес еді. Олардан басқа халықтардың да көпшілігі әйелді затына осындай не осыған ұқсас қиянат көрсететін. Ал ислам діні әйел затының құқығын өзіне қайтарды. Оны сан жылдар бойғы зұлымдық шырмауынан бір жолата арылтты. Оның беделін көтеріп, отбасындағы және қоғамдағы орнын айқындады. Абыройын қорғайтын құқықтар мен міндеттерді жүктеді. Атқаратын қызметі мен ар-намысын қорғаудың өзіндік жолын көрсетті. Әйелдің құқықтары. Бірінші, ислам әуелі адамгершіліктің туын көтере отырып, ер мен әйел арасындағы теңдікті жариялады. Шын мәнінде әйел еркектің бір бөлігі болып саналады. Құранда: «Ей адамдар, сендерді бір кісіден, адам атадан жаратқан және одан оның жұбайын Хауаны жаратып, ол екеуінен көптеген еркектер мен әйелдерді таратқан Раббыларыңнан қорқыңдар», дейді Алла Тағала. Алла Тағала жақсы істер үшін сауапты тек ер кісілер ғана емес, әйелдерге де жазады. Бұл жайында Құранда 204 жерде келген: ер немесе әйелден кім сенген бойда түзу іс істесе, әлбетте оны жақсы тіршілікте жасатамыз. Әрі оларға істеген істерінен де жақсырақ сыйлық береміз. Екінші, ислам қыз баланы тірідей көму үрдісінің тамырына балта шауып, оған қатаң түрде тыйым салды. Тек өз ризашылығымен ғана, әрі өз таңдауымен ғана тұрмыс құру құқығын сыйлады. Әйелдің сөзі мен тұрмыс құруға деген көзқарасы ескерілетіндей дәрежеге ие болды. Қыз баланың арлы да ардақты болып өсіп жетілуі үшін ислам оның тәлімі мен тәрбиесіне аса көңіл бөлді. Пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлем болсын, екі қызы бар адам қыздарына көркем әдеп үйретіп, ең жақсы құлықпен тәрбиелеп, жақсылап істейтін болса, олар қыздары оны оттан қорғайтын перде болады, дейді. Күйеуге шыққан болса, күйеуіне әйелімен жақсы қарым-қатынаста болу міндеттелді. Міне, бұл исламның әйел затына деген құрметі. Құранда олармен жақсы қарым-қатынаста болыңдар деп бұйырылған. Егер әйел ана дәрежесіне жетсе, ислам жәннаты оның аяғының астында деп түсіндіреді. Пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлем болсын, жәннат аналарыңның аяқтарының астында, дейді. Яғни, ислам діні әйелдің барша қажеттіліктерін түгелдей қамтамасыз етеді. Ал оған қамқор болуды күйеуіне жүктеген. Сондықтан күйеуі әйелінің материалдық һәм рухани қажеттіліктеріне шариғаттың шеңберіне сай деңгейде
көңіл бөлуі қажет. Ислам әйелге қалыңдық сыйын, мәһір, иемдену құқығын, мұрагерліктен өз үлесін алу құқығын, сауда-саттықпен айналысу құқығын, келісімшарттарға отыру құқығын, меншік иесі болу құқығын берді. Ал күйеуі әйелінің қамқоршысы болғандықтан, оның білімінің, ақыл-ойының, құлшылығының, жүріс-тұрысының, туған-туыстармен қатынасының, мінез-құлығының, көрші әйелдермен араласуының ислам тәлімдеріне сай болуын қадағалауға толық құқылы. Әйелдің міндеттері. Бірінші, әйел адам шариғат алдындағы міндеттерін өтеуі қажет. Екінші, күйеуіне бағынуы міндетті. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын. Егер маған бір адамның екінші адамға сәжде етуін бұйыруымға рұқсат берілген болса, сөзсіз әйелдің күйеуіне сәжде етуін бұйырар едім деген. Үшінші, әйел адам үй іші мен оның аясында өсіп жатқан балаларының дұрыс тәрбиесі үшін жауапты. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, әйел күйеуінің үйі мен баласына қамқоршы деп ескерткен. Әйелдің өзіне ғана тән қызметі. Алла тағала әйелді жұбайы әрі ана болатындай табиғатпен жаратты. Оның бойына сағыныш пен мейірім сезімдерін ұялатты. Оған бола тәрбиелеу қабілетін сыйлады. Әйелдің негізгі қызметі күйеуі үшін оның көзінің қарашығыдай асыл жұбай болу, ал балаларына мейірімді ана болып, оларға жақсы тәлім тәрбие беру. Негізінде бала тәрбиесі көшеде немесе бала бақшаларда емес, тәрбие отбасы, ошақ қасында жүзеге асуы тиіс. Бұл маңызды қызметке ана өз бойындағының бәрін жұмсамасы болмайды. Ислам діні бұл үшін әйелге бүкіл мүмкіндікті берді. Күнделікті тіршілікке қажетті қаржы табуды оның мойнынан алып, түгелімен күйеуіне жүктеді. Сондықтан аса қажетті жағдай болмаса, әйел адамның үйден тыс жерде еңбек етіп, өзі мен балалары үшін қаржы табу жолында шаршап шалдығуға міндетті емес. Ислам оны бұл міндеттен толығымен босатқан. Сонымен бірге, ислам әйелді өзінің негізгі қызметіне берілуі үшін ер адамға жүктеген міндеттердің көбісіне босатты. Ислам әйел затын үйдің аясына ғана тән болуын қалады. Үйден тек негізгі қызметіне байланысты қажеттіліктері үшін ғана шығуына рұқсат етті. Бұл кейбір білместердің ойлағандай әйелді кемсіту емес, керісінше оның әр намысы мен абыройын сақтау үшін қажет. Әйел үйіне тіршілік беретін рух болып саналады. Күйеуі жұмысынан үйіне кірген кезде жаны жай табады. Ол балаларына әкелерін шығарып саларда және қарсы аларда айтатын көркем сөздерді үйретеді. Үй шаруасымен және бала тәрбиесімен шұғылданады. Алла тағала Құранда үйлеріңде отырыңдар, исламның бұрынғы қылықтарыңдай сәнденіп, дене көріктеріңді көрмеге шығарушы болмаңдар
деп айтты. Қазіргі кездегі исламы емес батыстық әдет-ғұрыптарды ұстанып отырған қоғамдарда әйелдердің дене көріктерін көзге көрсетіп жүрулері әйелге құмар еркектердің зинақорлыққа ұрынуына әбден ықпал етуде. Мұсылман әйел бөтен еркектердің көзіне денесінің көркін көрсетпейді, ар-намысы мен абыройын сақтайды. Осылайша қоғамдағы әйел құмарлық дертінің жойылуына өз үлесін қосады. Санасы әйел тәнінің көркімен уланған еркектер немесе ашық-шашық жүргенді өзіне әдемі деп санаған әйелдер мұсылман әйелдерін артта қалған деп санайды. Бірақ оның жүрегі иман нұрымен толып, Аллахтан келген жолдыға мойын сұнып, өзінің ар-намысы мен абыройын қорғап жүргендігінен бейхабар. Әйел этикасы. Қоғамның жамандықтардан таза, қауіпсіз болу үшін әйел этикасы аса маңызды рөл атқарады. Ол шайтанның құрған тұзағынан әлдеқайда алыс. Әрі еркектердің әйел құмарлық дертінен айығу үшін ислам әйелге тән этика нормаларын белгілеген. Олар: бірінші, әйелдің үстіне киген киімі шариғаттың белгілеген талаптарына сай болуы керек. Яғни, киімінде азғыру, өзгені арбау, нышанның ықпалын болмау қажет. Ол денесінің көркін күйеуінің басқаға жасыруы тиіс. Денесінің жұртшылық назарына ұсынбайды. Ахзаб сүресінің 59 аятында Алла тағала былай деп бұйырады: Әй пайғамбар, жұбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдерге айт, үстеріне бүркеншіктерін орансын. Бұл олардың танылуларына, сондай-ақ кемсітулеріне болмайды. Алла тағала аса жарылқаушы, тым мейірімді. Яғни, жабық жүру әйелдерге парыз екендігі айтылуда. Екінші, еркектерді еліктіретіндей ашық-шашық жалаңаштанып жүруіне болмайды. Сондай-ақ, сөзінде де арбау мен қылымсу болмауы тиіс. Алла тағала Құранда пайғамбар әйелдеріне: Әй пайғамбардың әйелдері, тақуалық қылсаңдар, сендер басқа әйелдер сияқты емессіңдер. Сөздеріңде қылымсу болмасын, әйтпесе жүрегінде құмарлық дерті бар кісі сауықтанып қалады. Сондықтан қажетті сөзді ғана айтыңдар, деп қатаң ескерткен. Үшінші, әйелдің бөтен еркекпен, тіпті болашақ күйеуімен де некесі қиылғанша оңаша қалуына болмайды. Алдап арбауға ұрынып қалмау үшін еркектермен араласуына болмайды. Қысылтаяң уақытта қасында қамқоршы ер адам болмай қалған аса қажеттілік жағдайларда ғана рұқсат етіледі. Мысалы, дәрігерлік қызметте болса, мұғалима болса, келісімшартқа отыру кезінде. Мұндай рұқсат берілгеннің өзінде де шариғат қойған әдептілік аясында іске асуы қажет. Әурет. Әурет араб тілінен енген сөз. Мағынасы ұятты жер дегенді білдіреді. Шариғаттағы мағынасы адамның тәніндегі басқаларға көрсетпей жауып жүруі тиіс болған жерлер. Аллах тағала мұсылман ер мен әйелге өздеріне тән әурет жерлерін білдіріп, оларды бөгде адамдардың көз алдында көрсетуге тыйым салған. Сондай-ақ Құранда: Ей адам баласы, сендерге ұятты жерлеріңді жабатын және
сәнді киімдер түсірдік делінген. Әйелдердің әурет жерлері тұрмыс құруға болатын және болмайтын еркектер мен өзге әйелдер тұрғысынан 3 түрлі болып бөлінеді. Бірінші, бет, саусақ, алақанның іші сырты, білезік және аяқтарының тобықтан төменгі бөлігінің басқа бүткіл денесі тұрмыс құруына болатын ер адамдар үшін әурет болып есептеледі. Сондықтан мұсылман әйелге аталмыш ағзаларынан тыс жерлерде бөгде ерлерге көрсетуі харам етілген. Бұл турасында Құран кәрімде мынадай аят бар. Әй Мұхаммед, мүмін әйелдерге айт, бөгде ерлерден көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын, ішкі көріктерін, сырға, алға, тағы да басқа тағылатын жерлерін көрсетпесін. Бірақ өздігінен көрінгендері басқа, беті, қолы, табаны, сондай-ақ шаштары мен мойындарын және омырауларын жабатын етіп бүркеншіктерін, яғни орамалдарын, омырауларын жапсын. Көкіректерін, шаштары мен мойнын көрсетпесін. Тек күйеулерінен, әкелерінен, күйеулерінің әкелерінен, ұлдарынан, күйеулерінің өзге әйелден туған ұлдарынан, туған бауырларынан, аға інілерінен, ұлдарынан, әпке сіңлілерінің ұлдарынан, діндес әйелдерден, қол астында қызметші күңдерден, әйелдерге әуесі жоқ қызметші еркектер мен әйелдерді әурет жерлерінің әлі неке ілеспеген білмейтін балалардан, не есін білмейтін балалардан, осы айтылған тыс басқалардың алдына ашық-шашық жүрмесін. Екінші, кіндіктен тізеге дейін қарын мен арқа және көкірек тұсы әйелдің үйленуге болмайтын туыстары үшін де әурет жер болып саналады. Дінімізде әйелдің тұрмысқа шығуына болмайтын еркектер махрам делінеді. Әйел кісі махрамының алдында бүткіл денесін жауып жүруі шарт емес. Алайда шариғат бойынша қарнын, көкірегін, арқасын, кіндік пен тізелерін арасын күйеуінен басқаларға, тіпті әкесі, ұлы, аға інісі болса да көрсетуіне тыйым салынған. Әйелдің махрамдарын мынадай 3 топқа қарастыруға болады. Қандық туыстары, олар әкесі, атасы, туған аға інілері, әкесінің аға інілері, анасының аға інілері, аға інілерінің ұлдары, әпке сіңлілерінің ұлдары, өзінің ұлдары, немере ұлдары, сүт туыстары. Қандай да бір себеппен өзге әйелдің сүтін емген қыз бала сол әйелдің туған қызы дәрежесіне болып есептеледі. Сондай-ақ ол әйел қыздың сүт анасы болып саналады. Сондықтан сүт ананың еркек жақындары оған қан туысқандары сияқты махрам болады. Олар сүт анасының күйеуі, сүт анасының ұлдары, сүт анасының аға інілері, сүт бауырлары, яғни сүт анасы емізген бөтен кісілердің ұлдары, күйеуі жағынан болған туыстары, күйеуінің әкесі, күйеуінің атасы, күйеуінің өзге әйелінен болған ұлдары, кіндік пен тізе арасында өзге әйелдер үшін әурет болып табылады. Сондықтан бұл жерлерді өзге әйелдер көрсетуге болмайды. Сондай-ақ дәл осы жерлер еркек пен еркек
арасында да әурет болып есептеледі. Намазда әурет жерлерді жабу. Намаз оқығанда әйел кісінің беті мен қолдары және тобықтың төменгі жағынан басқа жерлері жабық болу керек. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, бір хадисінде балиғат жасына жеткен әйелдің басын ашып намаз оқуына болмайтындығы айтылған. Сондай-ақ сатрул әурат, яғни әурет жерлерді жабу намаздың ішкі парыздарының бірі болып табылады. Ал парыздарының бірі орындалмаса, оқылған намаз дұрыс болмайды. Хиджаб кию. Алла тағала әрбір жаратылысқа өзіне тән ерекшеліктерді де тарту еткен. Әйел адамның қоғамдағы және отбасындағы орны, сондай-ақ болмысы, тәні ер адамдарға қарағанда мүлде өзгеше. Әйел адам осы ерекшеліктерден қорғай білген кезде ғана қоғамдағы биік мәртебесін сақтай алады. Әйел адам өзінің аналық мейіріммен, күйеуіне деген ізеттілігімен қымбат. Ол осы қасиеттерімен әрдайым жоғары тұрады. Осы тұрғыдан алғанда орамал тағу, етек жеңі ұзын киім кию, яғни хиджаб кию әйел адамның нәзік болмысы мен әдемілігін бөтен адамдардың арам пиғылымен сұқ көзінен сақтайтын бірден бір қорған. Әрі ол әйел затын мейірімділік, нәзіктік, ар-ұяттылық сияқты тағы басқа әйелге тән асыл қасиеттермен танытатын нышан. Ең алдымен әйелдердің басын жауып, ұзын киім киюі Құранның тікелей бұйрығы. Әйел болсын, мейлі ер болсын, мен мұсылманмын дейтін жан үшін Аллахтың әмірін аттап өтуі әсте дұрыс емес. Аллахтың әмірлерінде адам баласы үшін тұнған хикметтер мен пайдалылар бар. Бірақ біз олардың парқына бара бермейміз. Жартылай жалаңаш киінген әйелдер еркектерді еліктіріп, нәпсі құмарлығын қоздырады. Бұл жағдай бүгінге көптеген шаңырақтың шайқалуына, көпшілік бойжеткендердің абыройын айырылуына себеп болуда. Көзі жәутеңдеген мыңдаған пәк сәбилер тастанды болып, балалар үйіне тоғытылса, жылына саналы түрде қаншама жасанды түсік жасалуда. Тіпті қазіргі таңда белең алып отырған проблемалардың бірі еркектердегі белсіздіктің бір ұшы да соған тіркеледі. Әйел өзінің орамалымен көрікті. Қазақтың есті қызы етегін қымтап ұстайды деуі бекер емес. Канадада әрбір 6 минут сайын бір зорлау оқиғасы тіркеліп, әрбір 3 әйелден біреуі әйтеуір өмірдің бір кезеңінде зорлау оқиғасына тап болады екен. Тағы бір ірі мемлекетте 1998 жылы 49.280 зорлау оқиғасы ресми тіркелген көрінеді. Міне, сондықтан ислам әйел адамға ашық-шашық киінбеуді, оны төмен санағандықтан емес, қайта оны қорғап, абыройын беделін көтеру мақсатында бұйырған. Күнделікті өмірде біз құнды, асыл заттарды, қоғамдық бұзық ниеттілердің арам пиғылынан қорғаудың сан түрлі жолын іздейміз. Ендеше әйел заты құндылықтардың құндысы, асылдылардың асылдысы, нәзіктіктің нәзігі. Олай болса, оның да бөгделердің алдында ашық-шашық жүргені құптарлық іс емес. Өзге діндерге хиджаб кию үрдісі. Иудаизмде киім киюдің мұндай үлгісі ислам діні әкелген
жаңалық емес. Керек десеңіз, бұл еврей мен христиан дінінде де, корей мен жапон секілді көне мәдениеттерде бар. Мысалы, еврей хахамы Менахем Брейер еврейлік дін құқығы бойынша әйелдерінің орамал тағуға тиісті екенін айта келе, кейбір танымал раббиндерінің мынадай сөздерін келтірген: еврей қыздарына орамалсыз сыртқа шығуға жараспайды. Әйелдерін орамалсыз жүруіне рұқсат еткен еркектерді қарғыс атсын. Еркектерге ұнау үшін басын ашып жүрген әйелдер жоқшылық әкеледі. Әйелдің орамалсыз жалаңбас жүруі жалаңаш жүрумен тең саналғандықтан, иудаизм орамалсыз жүрген әйелдің жанында дұға сияқты ғибадаттарды жасауға тыйым салады. Еврей діні бойынша орамал тағу әйелдің абыройы мен беделін, әлеуметтік жағдайын білдіреді. Сондықтан төменгі таптағы әйелдер жоғары таптағы әйелдер қатарында көріну үшін орамал тағуға тырысатын. Орамал тағу тектіліктің нышаны саналғандықтан, байырғы Израильде зинахор әйелдердің орамал тағуына рұқсат берілмейтін. Сондықтан зинахор әйелдер өздерін абыройларының санасында көрсету үшін арнайы орамал түрін тағатын. Европадағы еврей әйелдері сол жердің тұрақты мәдениеттерімен араласа бастаған. 19 ғасырда дейін орамал тағып келген. 19 ғасырда Европа қоғамы басты ашып жүруге мәжбүр еткендіктен, кейбір еврей әйелдер орамалдың орнына парик киіп жүруді шығарды. Ал бүгінде еврей әйелдері синагогада ғана орамал тағады. Еврей дінінің хасидизм жолын ұстанушылар орамалға бола ретінде әлі күнге дейін парик киюде. Христиан дінінде католик шіркеуіндегі монах әйелдерінің 1000 жылдан бері орамал тағатындығы белгілі. Тертулиан атты христиан ғалымы бойжеткендердің шашын бүркемелеуге жабуға байланысты баяндамасында былай дейді: бойжеткендер көшеде жүргенде бастарыңа орамал тағыңдар. Шіркеуде, бөгде адамдардың жанында және өз бауырларының жанында да бастарыңды ашық ұстамаңдар. Бүгінгі католик шіркеуінің ата заңдарында шіркеуде әйелдерді бастарына орамал тағуға міндеттеген арнайы баптар бар. Амиш және меннонилер сияқты кейбір христиан ағымдары әлі күнге дейін әйелдердің орамал тағуын талап етуде. Алысқа бармай-ақ орыс халқының ұлттық киіміне назар аударсақ, оларда орамал тағып, ұзын киім киген. Демек, орамал тағу ислам діні әкелген жаңалық емес. Хиджаб киюдің медициналық тұрғыдан пайдасы. Негізгі орамал тағудың физиологиялық та пайдалары шаш, етектен. Асфендияров атындағы мемлекеттік медицина университетінің емдік гигиена кафедрасының меңгерушісі профессор Қарлығаш Тоғызбаева бұл жайлы былай дейді: ер адамдар көбіне жерден, әйелдер көктен қуат алады. Сондықтан олар әйелдің шашы магнит тәрізді ауадағы кір лас қуатты жинағыш келеді. Бұл оның әсіресе бас ауруына ұшырауына әсер етеді. Осы жолдың авторының өз тәжірибесінде сияқты тағы басқа дертінен
жазылып кететіндер аз емес. Бұған қоса ашық шашық жүрген әйел көктем өзіне қажет емес артық қуат алады. Сөйтіп, онда еркектерге тән тестостерон гормоны пайда болады. Нәтижесінде ағзаның гормоналды бұзылуы етек алып, жыныс органдары қатерлі ісік тағы басқа ауруларына жол ашады. Хиджаб киюдің басқа да хикметтері. Хиджаб ар тазалығының белгісі. Бұл туралы Аллах Құранда былай дейді: «Әй пайғамбар, жұбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдерге айт, үстеріне бүркеніштерін орансын. Бұл олардың танылуларына, сондай-ақ кемсітілмеулеріне жақынырақ». Осы аяттағы танылуларына деген сөзді ислам ғалымдары былайша түсіндіреді. Бұл жерде орамалды әйелдердің игі әрі таза күйінде танылуын айтылып жатыр. Яғни, ерлердің көз тастауы мен тиісулерін әдепсіз деп санайтын және өздері жайлы оңай қолға түсетін жеңілтек әйелдер деген ой туғызбас үшін осындай таза жолды таңдайтын әйелдер жайлы сөз қозғалуда. Хиджаб тақуалықтың белгісі. Тақуалық дегеніміз шынайы Аллахтан қорқу. Құранда мынадай аят бар: «Әй адам баласы, ұятты жерлеріңді жабу үшін киім және сәнді бұйым түсірдік». Негізінде тақуалық киімі жақсы. Хиджаб иманның белгісі. Аллах Құранда жамылғы жайында тек иман келтірген әйелдерге ғана сөйлейді. Иман келтірген әйелдерге айт, және иман келтіргендерге әйелдеріне делінген. Хиджаб ұяттың белгісі. Пайғамбарымыздың Аллахтың игілігіне сәлем болсын, мынадай хадистері бар: әрбір діннің мінезі бар. Ислам мінезі ол ұят. Ұят пен иман бір-біріне өте тығыз байланысты. Егер біреуін алып тастаса, екіншісі өзі кетіп қалады. Сондай-ақ хиджаб бірінші зинаға тосқауыл болу үшін, екінші ұрпақты және шаңырақты шайқалтпау сақтау үшін, үшінші әйелдердің қадірін арттырып, тұлғалық қасиетін қалыптастыру үшін киіледі. Исламдағы әйелдің киімінің үлгісі. Ислам діні әйел киімінің шеңберін сызып берген. Алла Тағала Құранда: «Мүмін әйелдерге айт, ұятты жерлерін зинадан қорғасын, көріктерін, сырға, алқа тағы басқа тағылатын жерлерін көрсетпесін. Бірақ өздігінен көрінгендері басқа, беті, қол-аяқтары, сондай-ақ шаштары мен мойындарын және омырауларын жабатындай етіп, бүркеншіктерін, яғни орамалдарын жапсын. Көріктерін, шаштары мен мойны көрсетпесін. Тәндерінің сұлулықтары білінбесін, деп аяқтарын жерге ұрып жүрмесін, деп бұйырған. Сонымен қатар пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың игілігіне сәлем болсын, хадисінде қыз баласы балиғат шағына жеткенде беті жүзі мен қолдарынан білезіктен саусақтарына дейінгі басқа жерлерін көрсетіп жүруіне болмайтындығын айтқан. Яғни әйел баласы өзінің дене бітімін қатты кескіндемейтіндей кеңдікте, беті, екі қолы тобықтың төменгі жағынан тыс басқа жерлерде жабатындай кез келген ұзын киім үлгісін таңдап кисе болғаны. Бұл шарттар орындалғаннан кейін сәнді әрі өзіне жарасымды
Жалпы эстетикаға сай киім киюге ислам діні қарсы емес. Сауд Арабиясы мен Ирандағы әйелдер сияқты қара киім киіп жүру үрдісі барша мұсылмандарға тән киім үлгісі емес. Ондай киім үлгісі олардың өз әдет-ғұрыптары мен қоғамына қарай таңдалған. Сондықтан Құран аясының шықпау шартымен әр қоғам киім үлгісінің өзінің менталитеті мен әдет-ғұрыптарына, заманына қарай әрі өмір сүрген жерінің климатына ыңғайлы етіп таңдай алады. Мысалы, қазақ жерінің әр өңірінде тән әйел кимешегі болған. Тіпті әйелдердің жас ерекшеліктеріне қарай кимешек үлгілері тігілген. Ата-бабаларымыз ғұрпымызда орамал тағу жоқ деп Құран қағидасына қарсы шықпаған. Керісінше оны әдет-ғұрыппен сабақтастырып, ой-өрнегімен көркемдеп, өзінің төл киім үлгісіне айналдыра білген. Бүгінгі таңда Құран өлшемдеріне қарай әрі заман талабы мен ұлттық түсінігімізге сай әр түрлі киім үлгілерін тігуге неге болмасқа. Осылай істер болсақ, орамал тағып ұзын киім кию ананың мынаның ұлттық киімі деген таяз түсініктерден арылар едік. Кейде әркімнің алып қашты негізсіз сөздеріне еріп, ұлттық ерекшеліктер мен әдет-ғұрып салт-дәстүрді Аллахтың әмірінен шатастырып жүргендерден куә боласың. Мүмкін білместік дерсің. Әйтсе де нәпсінің құрығынан шыға алмай, шындықты бүркемелейтіндерге де баршылық. Мәселен, кейбіреулер орамал біздің ата-бабамыз деп болмаған. Ол араб түріктерден келген үрдіс деп болданады. Шындығында бұл сөздің ақиқатпен ешқандай қатысы жоқ. Әйел киімінің исламға сай болу үшін мынадай критериялар сақталу қажет. Тізбектеп айтар болсақ, бірінші, киім әйел беті мен саусақтары басқа жерін жабып тұру қажет. Айталық мойын, омырау, иық, сырға тағылған құлақ, кісі көзінен таза болу қажет. Екінші, еркектер сұқтанатындай тым әдемі киім киюге болмайды. Яғни ашық түсті киім киіп, әшекейлер тағынуға, сондай-ақ алтын күміс жіптерден өрнектелген жылтыраған маталардан тігілген киім киюге тыйым салынған. Бұл айтылғандарды махрамға жататын туысқандардың алдында үйде киюге болады. Үшінші, киім адам денесін көрсетпегендіктен тығыз матадан тігілген болуы керек. Денені көрсетіп тұратындай үлбіреген жұқа маталар болмайды. Төртінші, киім әйелдің дене бітіні байқатпайтындай кең болу қажет. Тырысып не жабысып, әр мүшесін көрсететіндей киім киюге рұқсат етілмейді. Бесінші, киімге мүңкітіп әтір себу де дұрыс емес. Алтыншы, әйелдердің киімі еркектердің киім үлгісінен бөлек болу керек. Яғни әйел киімі еркектердің киіміне ұқсамау керек. Жетінші, киім сізді өзгелерден оқшау етіп көрсетпегені абзал. Ашық, анық матадан көзге ұратындай ерекше сәнмен тігілмегені жөн. Өйткені ондай киімдер сізге еріксіз назар аудартады. Киім таңдау әрине әр әйелдің көзқарасы мен тұрмыс тіршілігіне байланысты екені белгілі. Сегізінші, мұсылман әйелдерінің киімі исламға иланбаған әйелдердің
киімнен ұқсас болмауы керек. Өзге діндердің жасанды діни киімдерін киюге болмайды. 9. Киім әйелдің байлығы мен даңқын паш ететіндей болмауы қажет. Яғни қымбат тастармен, алтын немесе күміс сияқты жіптермен безендіріліп зерленбеуі керек.